Семинар аясында жеке кәсіпкерлер қазіргі заманғы қаржы нарығының жай-күйі, инвестициялау тәсілдері, өз кірістері мен шығындарын басқару, қаржы құралдары туралы және өз кірістерін қалай қорғау керектігі туралы ойларын ортаға салды. Сонымен қатар қатысушылар қаржы жоспарын жазуда тәжірибе алмасты. Семинардың мақсаты білім беру және жеке қаржыны басқару дағдыларын қалыптастыру. Бізде айына тұрғыда 2 миллион келіп болса, қаражат бірінші біз оздоровление 5 бат, мысалға 150 мың. Ол ете бір 2 ай сайын болып тұрады. Каждый ай болмайды ғой, 2 ай сайын или каждый полугодие. Нет, оздоровление, БАДы. Оздоровление. И курорт, ол да бір кемеген 100 мың шамасында. 10 күнге, мысалға, иә. Жеке қаржыны басқару және есепке алу бұл әрбір адамның қаржылық сауаттылығының негізі. Қаржылық жоспарлау негіздерін білу және оларды тәжірибеде қолдана білу адамға өз ақша қаражатын сауатты басқаруға, кірістер мен шығыстардың есебін жүргізуге, артық берешектен аулақ болуға, жеке бюджетті жоспарлауға және жинақтарды құруға мүмкіндік береді. Тренинг барысында бюджетті сауатты жүргізу бойынша көптеген кеңестер берілді. Бүгінгі күні коворкинг орталығында қаржылық сауаттылық мен негізгі берекем атты іс-шара өтті. Бұл іс-шараға банк қызметкерлері, жас кәсіпкерлер қатысты. Бұл тақырып аясында біз түрлі ойындар, жаттығулар жүргіздік. Пікір алмастық өзара азаматтардың қаржы жағынан сауатты болуын кіші шамал болса да үйрете білдік деп ойлаймын. Көрермендер қаржы жағынан біраз нәрсені үйренді. Және де бүгінгі іс-шара өз жалғасын әлде табады деп ойлаймын. Себебі азаматтардың қаржы жағынан сауатты болуы біз үшін өте маңызды. Алтынгүл